Ал құрметті оқырмандар, бүгін біз Нұр-Сұлтан қаласының практикалық экзаменін қалай тапсыру керектігін қарастыратын боламыз. Егер сіздер естеріңізде болса, мен басқа қалалардыкін каналға салған жүктеген болатын, содан қарасаңыздар болады, егер сіздің вождениені басқа қалада тапсыратын болсаңыз. Ал Нұр-Сұлтан қаласында тапсыратын кісілер міне осы автодромда тапсырады. Бұл автодром басқа қалалардыкінен ерекше, бірақ барлығының заданиелері бір. Просто бұның маршруты, карта басқа да автодром. Енді қарастырайық. Мына жерде сіз старт деген задание, старт мен былайынан басталады. Осылай жүріп кетесіз былай қарай. Бұл стартта сіз не істеуіңіз керек? Сіз жүрісті бастамас бұрын сол жақ поворотник жағасыз, сосын ременіңізді алдын ала тағып аласыз, как положено. Ремень тақпаған үшін де штраф беріледі. Ременді тағып аласыз, сосын поворотникті қосасыз, сол жаққа ол мен жүруге дайынмын деген белгі, сосын старт линиясын кесіп өткеннен кейін поворотникті өшіруіңіз керек обязательно. Өшірмеген жағдайда да тоже штрафный балл береді атуы. Сосын өттіңіз. Келесі задание пешеходный переход. Бұл жерде стоп линия бар. Стоп линияның алдында сіз 1 метрден алшақ тұрмауыңыз керек та, және стоп линияны баспауыңыз керек. Мұқият тыңдауыңыз, 1 метрден асып кетпеуіңіз керек. Бұл жерде көбісі басып кетпейін деп алыс тұрады. Оғанда штрафной балл береді. Сондықтан сіз жақын тұрыңыз. Сосын бұл жерде 3 секунд траста ала қарай келесі заданиеге жүресіз. Міне мына жақтан бастадыңыз, былай келе жатырсыз. Сосын бүйтіп келіп, парковка задним ходом деген бар. Міне былай қарай жүресіз та, сосын артқа жүріп, мына жерде линия фиксация деген бар. Соған 2 артқы дөңгелек тию керек. Сол кезде компьютер задание орындалды деп сізге айтады. Және содан кейін кері бұрылып, осылайынан шығып, былайынан кетесіз. Бұл заданиеге 2 минут беріледі. 2 минут ішінде сіз осыны дұрыстап орындап шығуыңыз керек. Мына жерде шеттерінде не бар? Контрольная линия деген бар. Соны басып кетсеңіз, дөңгелегіңіз тиіп кетсе, сол кезде сізге штрафной балл береді. Бірақ одан қорықпаңыздар, штрафной балл где-то енді тиеді, енді оған вообще тимей өту енді қиындау, бірақ тиеді кішкене, оған саспаңыздар. Көбісі ана тиген сайын қорқып, одан сайын вообще экзамен бітті, провал деп сөйтіп паника болады. Олай жасап керек емес. Сіздер осылай жасап шықтыңыздар. 2 минут деген ұзақ уақыт, 2 минутта спокойно үлгересіз. Және одан кейін 90 градусқа бұрылу несіне келесіз? Жаңағы заданиесіне. Бұл жерде де 2 минут беріледі. Бұл жерде де контрольный линия бар. Мына жерде сіз оған дөңгелегіңізбен тимеуіңіз керек. Аккуратно былай бұрылып, 2 минуттен ұзақ уақыт болды. Сіз үлгересіз, саспаңыз. Уақыт жетеді. Тек өзіңіз аккуратно жаймен, мынадан дұрыстап линияларға тимей бұрылып өтуіңіз керек. Және мына жерде мынадан сіз шыққаннан кейін регулируемый перекрестокқа келесіз. Регулируемый перекресток дегеніміз ол светофор немесе регулировщикпен немесе жол белгілерімен реттелетін жол қиылысы. Ал сіз мына жерде не регулируемый деген ол светофор, регулировщик, жол белгілері ештеңе болмаған жағдайда. Осыған келдіңіз, светофордың белгісіне қарауыңыз керек обязательно. Көбісі мына автодромда енді жалғыз тапсырасың, ол кезде мына машина болмайды, сол кезде көбісі қарамай, светофордың знагына қарамай жүріп кетеді. Ол дұрыс емес. Ол кезде сізді сразу, егер сіз қызылға жүріп кетсеңіз, сразу тоқтатады, сол жерден все, сіз тапсыра алмадыңыз деп аннулировать етеді результатыңызды. Сол үшін сіз аккуратно светофордың сигналына қарап жүруіңіз керек. Ары қарай жүресіз, змейка деген задание келесіз. Змейка деген заданиеге де тоже 2 минут беріледі. 2 минуттың ішінде сіз мынадан өтіп шығуыңыз керек. Және мына шеттерінде тоже контрольная линия бар. Оны да сіз баспауыңыз керек. Соны өткеннен кейін сізге компьютер айтады, задание орындалды деп. Содан кейін мына змейкадан шығасыз. Былайынан келіп, регулируемый перекресток тоже светофорға қарайсыз. Бүйтіп келіп, сіз параллельная парковка дегенге келесіз.
Параллельный парковка то же самое, мына жерде линия фиксации бар. Мына екі оң жақ дөңгелек дәл сол неге параллельно тию керек та линияға. Сол кезде компьютер задание орындалды дейді. Сіз бұл заданиеге де 2 минут беріледі. Сосын орындалды дегеннен кейін сіз шығып, лайннан келіп, қайтадан мына перекрестке келесіз. Қайтадан светофордың сигналына байланысты жүресіз де, на проезд железнодорожного переезда деген бар. Мына жерде темір жол өткелі, мына жерде стоп деген знак бар. Стоп деген знак білесіз де. Стоп деген знак болған кезде сіз міндетті түрде тоқтайсыз, жан жаққа қарайсыз, сосын барып жүрісті жалғастырасыз. Егер жол таза болған жағдайда 3 секунд тұрасыз. Міне стоп линияның алдында сіз дәл жаңағындай мына жердегідей 1 метрден алшақ тұрмауыңыз керек, және стоп линияны басып тұрмауыңыз керек. Түсіндіңіздер ме? Әрі қарай кетеміз. Мына жерде 40-пен жүруге болады, бірақ мына жерде 20-ға дейін уже не болады? Ограничение скорости. Сол үшін абайлаңыздар. Мына жерде подъем. Көрдіңіздер, басқа қалған автодромда подъем мына пешеходтан кейін болатын еді, ал мына жерде ең соңында болып жатыр. Подъемға келген кезде тоже стоп линия бар, тұру керек 3 секунд. Бұл жерде де жаңағындай қайталап айтам, 1 метрден алшақ тұрмаңыз, алыс тұрам деп штрафной балық бас. Жақын тұра беріңіз, қорықпаңыз, үстінен баспасаңыз болды. Бұл жерде 3 секунд, мына машина артқа жүріп кетпеу керек, соны қадағалау керек. Ол енді автоматта жүрмейді, механикаларда басынан. Және 3 секунд тұрғаннан кейін жүрісті жалғастырасыз. Міне финишный линияға келген кезде, финишный линия мына жерде сіз оң жақ поворотник жағуыңыз керек, сосын барып финишный линияны қиып өткеннен кейін барып сөндіресіз поворотникті. Түсіндіңіз ғой? Одан кейін мына автодромды міне сіз дұрыстап жаттап алыңыз. Ең маңызды осы автодромды жаттап алу схеманы. Сіз барған кезде қайда бұрылам деп ойланып тұрмауыңыз керек. Сіз сразу заданиелерді орындауға көшуіңіз керек. Мына бүкіл сосын скоростьті жаймен жүре беріңіз. Мына бір заданиені орында асықпай келесіз, бір заданиені асықпай орындайсыз. Жай асықпай жүріңіз, сосын былай келесі заданиені асықпай орындайсыз. Сосын келесі тапсырманы осылай тапсырманы бірінен соң бірін жаймендеп, асықпай, өте мұқият орындап, солайынан сәтті тапсырып шығуларыңыз керек. Түсіндіңіз ғой? Сосын где-то мына жерлерде, по-моему, не болады. Енді ол әркімде қалай аварийная остановка деген жанат. Аяқ астынан көліктің ішінде световой, звуковой и световой сигнал ойнайды, көліктің ішінде лампочкалар бар. Сол световой сигнал ойнаған кезде сіз тоқтауыңыз керек, аварийный сигналды қосуыңыз керек. Сосын барып 3 секунд тұрып, қайттан бірінші аварийный сигналды өшіріп, сосын барып жүрісті бастауыңыз керек. Түсіндіңіз ғой? Ол аяқ астынан жанады, бірақ ол қорқынышты емес, сразу сіз үлгеруге болады, тоқтайсыз, просто тормозды басасыз да, аварийканы жағасыз, 3 секунд тұрасыз да, қайттан аварийканы сөндіріп жүріп кетесіз. Маңызды сол автодромды жаттап алу. Қай жерге қалай жүретініңізді. Содан кейін вождениені платно айдасаңыз болады. Платно где-то 2,5 мың теңге төлейсіз да, платно мынаны ақылы түрде бір өтіп шықсаңыз болады өзіңіз. Содан кейін көліктің ішінде камера тұрады, және сыртында камера тұрады. Барлығы ол жерде бақыланып тұрады. Сол үшін де сіз қорықпауыңызға болады. Өйткені сізді ешкім әдейілеп құлата алмайды. Сондықтан да дұрыстап асықпай тапсыруларыңыз керек. Өте мұқият. Түсіндіңіздер ғой? Бұл ешқандай қиындығы жоқ. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Менің каналыма жазылыңыздар, қолдап жүріңіздер. Рахмет назарларыңызға.